Жүсіпова Гүлмира Сейітқызы Нұр-Сұлтан қаласы Төлеген Айбергенов атындағы номер 16 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Сабақтың тақырыбы қазақ солдаты, соғыс туралы көркем шығарма. Сабақтың мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Алдымен сабақты бастамас бұрын, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысып өтейік. Жаңа сөздерді мен айтамын, сіздер менімен бірге қайталаңыздар. Көрнекті, кейіпкер, аянбай, ерекше, жауынгер. Берілген жаңа сөздермен сөз тіркестерін құрастырамыз. Егер жауаптарымыз дұрыс болса, сөздер тіркеседі, ал қате болса, түстері өзгереді. Көрнекті, жазушы. Аянбай, еңбек ету. Басты кейіпкер. Ерекше, тоқталады. Кеңес, жауынгері. Ал балалар енді дұрыс жауапты тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, дұрыс жауап бердіңдер. Ғабит Мүсірепов қазақтың халық жазушысы, драматург, сыншы, мемлекет және қоғам қайраткері, социалистік еңбек ері атағын алған «Қазақ солдаты» романының авторы. «Қазақ солдаты» романы патриоттық тақырыптағы туынды. Шығарманың басты кейіпкері Қайрош. Ол кеңес одағының батыры Қайырғали Смағұлов болып табылатын Қайрош Сарталиев. Ал енді толық түсінік алу үшін бейнетаспа көрейік. Бейнетаспаны мұқият қарайды, дұрыс жауапты белгілейді. Қайырғали Смағұлов 1919 жылы Атырау облысы Махамбет ауданында дүниеге келген. 10 жасынан бастап Орал қаласындағы балалар үйінде тәрбиеленеді. 1939 жылы Кеңес армиясы қатарына шақырылады. Қайырғали Смағұлов Ұлы Отан соғысы жылдарында 318 атқыштар дивизиясының командирінің көмекшісі болды. Қайырғали Смағұловтың ротасы Азов теңізі жағалауындағы күншығысты жағалай қоныстаған елді мекендерді жаудан азат етуге қатысты. Осынау жауапты кезеңде өшпес ерлік үлгісін көрсеткен рота сержанты Қайырғали немістің 90 жауынгерін жойып 2 танкіні талқандады. 25 фашисті тұтқындады. Қайырғали Смағұлов Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» кітабының басты кейіпкері Қайроштың прототипі. Романда батырдың бейнесі кіршіксіз таза, үлкен атаққа ие екендігі толықтай суреттелген. Кеңес одағының батыры Қайырғали Смағұлов 1939 жылдан 1946 жылдың жазына дейін әскер қатарында болып, елге аман-есен оралды. Елге келгеннен кейін де бейбіт өмірге араласып, іске алғырлығын көрсете білді. 1993 жылы 22 қазанда қайтыс болды. Бейнетаспаны мұқият көрейік. Бейнетаспадан алған мәліметтер бойынша тест тапсырмасын орындаймыз. Ол үшін мына сілтемені жүктейміз. Мына сандарды теріп 12, 92, 52, 3 ойынды бастаймыз. Әдет кірді екен. Сіздерге осы тапсырма бойынша 5 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: Қайырғали Смағұлов қай жерде, қай жылы дүниеге келген? 3 жауап берілген екен. Біреуін таңдаймыз. Қызыл, сары, көк. Балалар мұқият боламыз. Әділет 758 ұпай жинаған екен. Жарайсын. Келесі екінші сұрақ. Ол қайда тәрбиеленген?
Бұл жерде де 3 жауап берілген. Біреуін таңдаймыз. Жарайсын, 1531 ұпай жинады. Келесі 3-ші сұрақ. Қайырғали қай жылы кеңес армиясына шақырылды? Бұл жерде де 3 жауап берілген. Біреуін таңдаймыз. Қызыл, сары, көк. Ойланамыз. Керемет! 2376 ұпай жинаған екен. 4-ші сұрақ. Қайырғали Смағұлов қандай шығарманың кейіпкері? 3 жауап берілген. Мұқият боламыз, балалар. Қызыл, сары, көк. Біреуін таңдаймыз. Жарайсын, 3336 ұпай жинады. Соңғы 5-ші сұрақ. Батыр қай жылы қайтыс болды? Мұқият боламыз, балалар. Қызыл, сары, көк жауаптың біреуін таңдаймыз. Ойланамыз. Әділет 5 сұрақтың 5-еуіне де жауап берген екенсің. Жарайсын. Жалпы ұпайы 4254 ұпай. Келесі тыңдалым бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтінді мұқият тыңдайды. Керекті сөздерді қоя отырып, ілесіп оқиды. Өзін-өзі тексереді. Мәтінді тыңда, қажетті сөздерді пайдаланып, мәтінді толықтыр. Қажетті сөздер мен сөз тіркестері төменде тұр. Жеңіл самолеттер бомбасын бытырата тастап, кейін бұрылды. Түсіп келе жатқан бомбалар тамып келе жатқан қан тамшысындай сезілді. Жеңіл бомбалар онсызда ойылып қалған жер бетін анда-санда бір бұрқ еткізіп өтті. Мыналар барып, орнына қонған соң ауыр самолеттер келеді. Оған дейін тағы біраз жұртты өткізіп алу керек. Бүгін жау өте жоғарыдан бомбалауға тиісті. Жоғарататын ауыр пулеметтер орнап қалғанын білген жау төмендей алмайды. Тағы бір рет тыңдай отырып, бірге ілесіп оқимыз. Жеңіл самолеттер бомбасын бытырата тастап, кейін бұрылды. Түсіп келе жатқан бомбалар тамып келе жатқан қан тамшысындай сезілді. Жеңіл бомбалар онсызда ойылып қалған жер бетін анда-санда бір бұрқ еткізіп өтті. Мыналар барып, орнына қонған соң ауыр самолеттер келеді. Оған дейін тағы біраз жұртты өткізіп алу керек. Бүгін жау өте жоғарыдан бомбалауға тиісті. Жоғарататын ауыр пулеметтер орнап қалғанын білген жау төмендей алмайды. Дұрыс жауабын тексереміз. Мен тиісті сөздерді орнына қойып оқимын, ал сіздер тексеріңіздер. Бомбасын, қан тамшысындай, жер бетін, самолеттер, жұртты, жоғарыдан, білген. Жарайсыздар. Үй тапсырмасын Google формада орындайсыздар. Қазақ солдаты соғыс туралы көркем шығарма. Оқушының аты жөнін жазасыздар, сыныбын. Бірінші тапсырма ғаламтордан материалдарды тауып, ақпараттың дұрыс-бұрыстығын тексересіздер. Дұрыс-бұрыс деген жерге белгі қоясыздар. Екінші тапсырма 127-ші бетте 5-ші тапсырманы оқып, ақпаратты сәйкестендіресіздер. Бір жауап екі рет кездесуі мүмкін. Жауынгерді айналдырып құрышқа, тайсалмастан кірген талай ұрысқа, ұрпағына үлгі болған ғұмырын ұқсатамыз жарқылдаған қылышқа деп, осы өлең жолдарымен сабағымды аяқтағым келіп отыр. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.